You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгінгі видеода біз көптен күткен видео. Қаншама подписчиктарымыз бізден сұраған болатын осы видеоны. Бізге комментариялар жазған болатын. Қаншама, Қиындат жер, монтажды қиындат жер. Қиындата беріп. Сосын сол видеолар түсірмекшіміз. Яғни ол ең біріншісі, ол қалай тез жүгіруге болады. Екінші бөлім түсіргендер деп жатыр. Біз алдында бірінші бөлім түсірген болатынбыз. Бүгін болса қалай тез жүгіруге болады, соған арнаған бізге екінші бөлім түсірген боламыз. Кеттік болады. Достар, сонымен біз қазір сендерге өте пайдалы бір жаттығудың біреуін көрсетейін деп жатырмыз. Қараңыздар, осылай жіпті белге байлайсыздар, оған тағы да бір досыңыз керек болады, мен сияқты. Короче, достар, Дәуіт қазір жүгіреді, ал мен оған керісінше тартып тұратын боламын. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't... Короче, достар, келесі бізде өте пайдалы жаттығудың бірі. Бұл негізінен аяқтың күшін өте, қалай айтады, шыдамдылығын өте жоғары деңгейге көтереді және арттырады. Бұл жаттығуды жасасаңыздар, сіздер, қалай айтады, нағыз айғыр боласыздар. Жүйрік боласыздар. Жүйрік боласыздар. Сонымен достар, қараңыздар, бірінші осылай жіпті дөңгелекке байлап аласыздар да, белге осылай байлап алсаңыздар да болады, не болмаса осылай ұстап алуға да болады. Кішкене белді ауыртады екен, ол бірақ нормально. Ары қарай пайдалы жаттығу. Былай қарай, ой, аяғым бар. Өте пайдалы жаттығу. Сосын бар осылай жүгірмей. Мына жердің екі үліскіш туралы айтып жіберсек, физика. Екі үліскіші өте аз. Себебі бұл асфальт. Егер сіздер бұдан да қаттырақ күш түсіргілеріңіз келсе, үлкен дөңгелек алыңыздар, не болмаса екі үліскіші өте аз, құмның үстінде жасаңыздар болады. Кешіріңіздер ентігіп тұра алмай, себебі менде кардио вообще жасамаймын. Өкпе өте нашар. Только качка. Содан кейін. Келесі үшінші жаттығу ол былай осы жерден тұрып, ана жерге дейін жүгіріп барып келіп тұрамыз. Қараңыздар былай. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these... Жаттығуда сіздер толық жасасаңыздар, онда сіздердің осылайынан, міне қараңыздар, жерге осылай түскен кезде, сіздердің бүкіл аяқтарыңыздағы бұлшықеттер қозғалады, сосын ортасында жүгірген кезде сіздің бүкіл денеңіз және бұлшықеттеріңіз қозғалады, сол кезде сіздің жылдамдығыңыз артады. Бұл жаттығуды негізінен футбол үйірмесіне қатысатындар жасайды, бұны тіпті балалар ешқайсысы толық жасамайды. Егер сіз осы жаттығуды толық жасасаңыз, онда сіздің жылдамдығыңыз артады. Достар, осы видеомыз аяқталды. Сіздерге видеомыз ұнады деген ойдамыз. Біз бұған көп уақыт кетті түсіндіргенімізге. Бүгін орай келіп тұр екен. Және заттардың бәрін алып келдік. Сіздерге бұл негізі бұл ауылда тұратын балаларға өте пайдалы, өйткені ол кезде дөңгелектер бар ғой, андай. Далада жататын, сіздер алып кетіңіздер, мылтық адам болсын. Рұқсатпен алыңыздар, ең бастысы, егер біреудікі болса. Сосын ауылда тұрсаңыз сіздерге өте қолайлы, сізде арқан бар. Дөңгелектер бар далада, соны алып жаттығу жасасаңыз болады. Сіз ең баста ақталуды сұрамаңыз, ақталмаңыз. Ешқашан ақталмаңыз. Себебі ол сізге де, басқаларға да ешқандай пайдасы жоқ. Жоқ, басқаларға пайдасы бар, но сізге ешқандай пайдасы жоқ. Ақталуды ойламаңыз, ең бірінші сізде. Көріңіз, ауылда тұрып та осындай жаттығу жасауға болады. Қаладағы балалар бұлай істей алмайды, олар тренажерный залға барады. Тренажерный залға барады, және оларға да болады.
егер машинасын дөңгелегін алып алып ондайға болмайды екен. Достар, ақтаулыда емес, мүмкіндіктерді іздеңіздер. Міне сіздерге ашып беріп Жоқ, қаладағыларға да болады, жаңағы біріншісі. Мен сені белгілі ұстап. Иә, оларға болады. Сендерге де болады, қалада тұрсаң да саған істеуге болады, ешқашан ешкімнен ұялма. Иә, көбінесе ауылдақтарға айтып отырмын, бізде ештеңе жоқ, бізде анау жоқ дейді. Сіздерде бәрі бар, оны сіздер өздеріңіз мүмкіндіктерді табуыңыз керек. Ондай болса видеомыз аяқтайық осымен. Егер сіздерге біздің видеомыз ұнаса, онда бізге бірінші рет каналға келіп отырсаңыз, онда каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарийіңіз, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ондай болса видеомыз аяқталды, жұмыс істеуді тоқтатпаймыз, ешқашан. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Ондай болса аяқтаймыз, сау болыңыздар.